Табалдырықты баспаудың сыры. Адам ата қағбаның іргесін қалап, оны Құдайдың үйі деп атайды. Қағбаға құлшылық жасап, ескірген жерін жөндеп тұрады екен. Дүниеден өтерінде ұлы Шишке қағбаның кілтін ұстатып, оны күтіп таза ұстауды аманат етіпті. Шиш әке өсиетін бұлжытпай орындайды. Оның ықылас пейіліне риза болған Жибрейіл Шишке үй салуды үйретеді. Оған дейін адамның ұрпағы ағаштан салынған лашықтарда өмір сүрген екен. Шиш құрылыс өнерін үйренген соң, алғаш өз үйін кірпіштен тұрғызады. Баспанасы дайын болған кезде, оған бірінші болып қонаққа құт келген екен. Ол үйден орын беруін сұрайды. Шиш сонда, қалаған жеріңнен қоныс ал дейді. Құт табалдырыққа келіп жайғасады. Осыған орай, ел арасында табалдырықта тұрма, табалдырықты баспа, үйдің құты қашады деген ырым сақталыпты. Артынша Шиштің үйіне бақыт келіп бас сұғады. Ол төрден орын беруді сұрайды. Шиш рұқсат береді. Бақыт төрге жайғасады. Қазақта құрметті қонағын төріне отырғызып, бата сұрау осы ырымнан қалған екен деседі. Бақыттың соңынан береке кіреді. Ол Шиштің дастарханының орнын алып, дастарханға береке бер деген түсінік осыдан қалыпты.